Сәлем достар, курсты қайтадан жаздым. Өйткені Facebook'тың басты парақшасында көп жаңартулар енгізілді. Сондықтан жаңартулармен таныстырамын. Ең бастысы facebook.com сайтын ашасыздар. Сол жерде өздеріңізде осындай жеке парақша ашу керексіздер. Көбінесе сіздер бұл жерде бұрын тіркелген болуыңыз мүмкін. Мысалы, ол 10 жыл бұрын немесе оның алдында тіркеліп қойғансыз, бірақ қолданбаған Facebook аккаунттарыңыз болуы мүмкін. Сондай аккаунт өте жақсы болар еді. Егер Facebook ешқашан ашпаған болсаңыз, қазірде жоқ болса, онда тіркелеміз facebook.com. Содан соң бір ай күтеміз. Егер бір айға жетпей, ішінде бір нәрселер жасап, жарнама жібере бастасаңыз, блокқа ұшырайсыз, сондықтан соны есіңізден шығармаңыздар. Сіздің Facebook аккаунтыңыз сіздің аты жөніңізбен аталуы керек. Мысалы, Айгөлек 1824 немесе Құлпынай KZ деген атаулар болмайды. Ол сіздің аты жөніңіз болу керек. Неге олай деген сұрақ туындаса, ол сіздің блокқа түсіп қалған жағдайда Facebookке өзіңіздің құжаттарыңызды жіберіп, сіз екенін растау үшін қажет. Блокқа түскенде төлқұжат, жүргізуші құжаты немесе паспорт арқылы жіберіп растайсыз. Сол арқылы Facebook сізді алаяқ емес екенін көреді. Мысалы, сіз өзіңіздің ескі аккаунтыңызды тауып алдыңыз, ол жерде сіздің атыңыз бөлек, немесе фамилияңыз жазылмаған, немесе бір әріптерден қате болған, сондай болып шықса, мына жердегі настройки конфиденциальность деген жерге кіріп, аватардағы настройки деген жерге өтіп, өзгерту дегенді басып, дұрыс ат жөніңізді жазасыз. Бір әріпте де дұрыс сай келмесе, төлқұжаттарыңызбен блоктан шығармай қоюы мүмкін. Сондықтан соны мұқият тексеріңіз. Менде бір студент болған, оның аты Мұхтар. Бірақ деген кейін блокқа түскен кезде құжатын қарасақ, аты құжатта Мұхтарбек екен. Сондықтан сондай жағдайлар болып тұрады. Келесі қадам ол бизнес парақша ашу. Парақша ашу үшін парақшалар деген бөлімге кіреміз. Бизнес парақша осындай болып келеді. Осы бастапқы аккаунттан жарнама жібере бересіз деп көп YouTube каналдарда айтып жатады, бірақ ол үлкен қателік. Сондықтан кез келген жарнама бизнес жасау үшін сізге бизнес парақша ашу керек. Бұл менің немесе мен жүргізетін бизнестердің парақшалары. Осындай бизнес парақша ашқан кезде сіз ол жерге өзіңіздің Instagram аккаунтыңызды, төлем карталарыңызды тіркейсіз. Және осы атау сіздің жарнаманың жоғары жағында орналасады. Әрине, сіздің компанияңыз өз атыңызда болмаса. Басты бетте парақша деген батырманы басамыз. Содан соң жаңа парақша жасау дегенді басамыз. Егер осындай таппасаңыз, көбірек көрсету дегенді басып, астынан іздеңіз. Ол жерде де жоқ болса, мына мәзірге кіріп, парақша бөліміне өтіңіз. Парақшалар деген бөлімге өткен соң, жаңа парақша жасау дегенді басасыз. Ашылған бетте компанияларыңыздың атауын жазасыз. Аудиторияңыз қазақ тілді болса, қазақша жазсаңыз болады, орыс тілді болса, орысша жазған дұрыс. Мысалы, платье в Алматы деп. Маңызды сөз тіркесін жазған соң, тырнақшаға алып, өзіңіздің компанияңыздың атауын жазсаңыз болады. Категория деген жерге өзіңіздің бизнесіңізге сай келетін бір секторды таңдау керексіз. Мысалы, бұл кезде киім немесе киім дүкені деген сияқты секторлар бар. Биография деген жерге өзіңіздің бизнесіңіз, компанияңыз немен айналысатын 1-2-3 сөйлеммен ашып жазасыз. Мысалы, жаңағы жеткізу тегін немесе бағамыз арзан деген сияқты әдемі сөздермен. Бәрін толтырып болған соң, парақша жасау деген бастырманы басқан кезде бірнеше терезе ашылады. Ол жерде пошта, телефон сияқты сіздерге қатысты мәліметтерді сұрайды. Сол жерде бәрін толтырып жазсаңыз болады, немесе әлі белгісіз болса, кейін толтырсаңыз да болады. Бәрін өткізіп жіберіп, содан кейін парақша ашылады. Мен жаңа парақша ашпаймын, сондықтан өзімнің парақшаларыммен көрсете беремін. Мына жоғары жақтағы үйшікті басып, басты бетке шығасыз. Парақшалар бөлімін бассаңыз, осындай парақша көрсетіліп тұрады. Соған кіреміз. Басында кіргенде парақшаңыз осындай болып тұруы мүмкін. Бұл жерде біз ешқандай өзгерістер енгізе алмаймыз. Facebook'тың жасаған жаңартуларының бірі. Өзгертулер енгізу үшін мына жерді басып, барлық профильдер дегенді басып, сол парақшаны табамыз. Содан соң кіреміз. Енді бұл жерде
бізде басқару деген батырмасы пайда болды. Осы арқылы енгізулерді жасай береміз. Әдемі суреттерді енгізесіздер. Мына жерден таңдап немесе жүктеп өздеріңіздің суреттеріңізді енгізсеңіздер болады, немесе логотиптеріңізді де солай енгізуге болады. Және ең маңыздысы, сіз ақпарат бөліміне өтіп барлығын толтыруыңыз керек. Мекен-жай, телефон, пошта керек болса, сайт, инстаграм. Өзіңіздің жеке парақшаңызға өту үшін үйшік арқылы емес, жоғары жақтағы мына оң жақтағы аватар арқылы өтесіз. Маңызды мәселе, барлық парақшаны өз аккаунтыңызда отырып ашуыңыз керек. Менде бір сондай жағдайлар болған. Адамдар парақшаларын басқа бизнес парақшада отырып ашқан. Егер сіз басқа бизнес парақшаңызда отырып тағы бизнес парақша ашсаңыз, сіз адам ретінде өз құқығыңызды жоғалтып аласыз да, содан кейін жарнама немесе басқа заттарды жасауға мүмкіндігіңіз болмайды. Сондықтан міндетті түрде мына оң жақтағы аватар арқылы өз жеке парақшаңызға өтіп, сол жерден ғана бизнес парақшаны жасаңыз.